Қайырлы кеш барлықтарыңызға. Бүгін біз сіздермен осындай өте дәмді шоколадты бөлкелерді жасайтын боламыз. Жасау жолы өте оңай. Ең алдымен табамызға жылы 1 стакан сүтімізді құйып, одан соң 1 стакан жылы суымызды, тұз, шекерімізді, одан соң дрожжімізді салып, жақсылап тұрып барлығын венчикпен араластырамыз. Енді кезекте аз-аздан ұн қосып, жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Мінекей дайын болған қамырымызды табамызға салып, үстінен пищевой пленкамен көтерілуге 1 сағат, 1,5 сағатқа қойып қоямыз. Әзірше начинкасын дайындайтын боламыз. Мен осындай кішкене горький шоколад қолдандым. Сіздерге молочный шоколад қолдануға кеңес беремін. Сол кезде тәттірек болып шығады негізінде. Шоколадтарымызды микроволновкаде немесе водяной баняда осылай ысытып алатын боламыз. Ашыған қамырымызды алып, осылай видеода көрсетілгендей жайып, 4 бұрышты қылып жаясыздар. Осылай 4 бұрышты етіп жайып алған қамырымыздың үстіне шоколадымызды барлық шетіне жететіндей қылып жағып шығасыздар. Видеода көрсетілгенде осылай жағып алғаннан кейін жақсылап тұрып орайтын боламыз. Енді кезекте бөлкелерімізді осылай бөліп аламыз. Мен жаңағы жіптің көмегімен осылай бөлшекке бөліп алдым. Пышақпен бөлсеңіздер де болады. Мінекей барлығын осылай салып алдым. 180 градуста 30-40 минутта пісті. Мінекей қараңыздар, өте керемет болып шықты. Шоколады деген ағып, өте дәмді. Жасап көруге кеңес берем. Барлықтарыңызға жасап көріңіздер. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Каналға лайк басып, тіркелуді ұмытпаңыздар.